Мы идем в музей. Здравствуйте! Добро пожаловать в наш музей. Здравствуйте, спасибо большое. Мы решили в выходные дни выйти на прогулку, не баламда, қазақтардың несін көрсету, шаңырағын көрсету, не юрту показать, балалардың не қазақ тілін, қазақ салт дәстүрін үйрену керек. Өте тамаша. Біздің музейде археология, этнография, тарихи кезең және шоңырық табиғат бес салға. Музейімізде 5000-нан астам жуық экспонаттар жиналған. Қазір мына сіздердің алдарыңызда көретін 1200 экспонатты тамашалап көресіздер. Соның ішінде мына Баласағұн қаласынан тапқан жәдігерлер. Баласағұн қаласы 10-9 ғасырда өмір сүрген қала. 1974 жылы қазба жұмыстары жүргізіліп, сол қазба жұмыстары кезінде табылған құмыра ыдыстар, қыштан жасалған құмыра ыдыстар. Мына жерге қарасаңыздар, Қарахан дәуіріндегі алғашқы теңгелеріміз, мыс теңгелеріміз. Мыс теңге 500 данадан артық теңге табылған, ал біздің музейде қазір 9 дана сіздердің алдарыңызда экспонат көрсетілген. Күйген бидай, сол сияқты күйген бидайда табылған құмыраның ішінде. Дастарханның беті, ежелгі біздің ата бабаларымыз осындай қыштан дастарханды жасаған екен. Бұл жерде біздің түркі халықтарымыз көшпелі халық болған, сондықтан да осындай қазақ үйдің макеті қойылған. Қазақ үй тез жиналып, тез құрылатын қазақ үй болғандықтан көшпенді халыққа өте ыңғайлы болған. Бұл үйдің ішінде сол үйде жиналатын жабдықтар. Оң жақ бетінде ер адамдардың киімі жиналған. Төрде сандықтар, көрпе жерде үйдің жабдықтары жиналған. Сол жағында әйелдердің ас үй ыдыстары қойылған. Оң жақ жерінде ошақ, бұл бөлім табиғат бөлімі. Шол өңірге мекендейтін құстар және шол өңірге мекендейтін аңдарды сол бетте балаларға көрсетіп тұрамыз. Мысалы, биыл бізде ұлы отан соғысының жеңісімізге 80 жылдық, сол 80 жылдыққа арналған бұрышымыз. Бұл бұрышқа Бауыржан Момышұлы, Сандық Шакировтың суреттері және кітабы жеке заттары қойылған. Совет одағының батырлары. Біздің алдарымызда 6000-ға жуық соғыс ардагерлері екен, сол соғыс ардагерлерінің алған медальдары, куәліктері қойылған алдарымызда. Катюша машинасы. Бұл Катюша машинасын соғыс ардагері Репницев деген кісі өз қолымен жасаған соғыста кейін. Ол кісі соғыс уақытысында наводчик болып жұмыс істеген, осындай машинаны жүргізген. Шоңыры залда біздің ауданымыздан шыққан еңбек ерлері біздің ауданымыздан 34 еңбек ері шыққан екен. Сол кісілердің суреттері, алған марапаттары көрсетілген. Екінші мәдениет майталмандары, бұл жерде мәдениет саласында жұмыс атқарған мәдениет қызметкерлерінің суреттері жеке заттары қойылған. Мына жерде біздің ауданымыздан шыққан спортсмендер, ұлағатты ұстаздардың суреттері, жеке заттары, марапаттары. Теміржол макеті. Ұнады ма сіздерге? Иә, сізге көп рахмет. Ұнады.